Менің бала кезімнің адамдары, баяғыдай көрінер маған бәрі. Ұят нәрсе істеуге дәті бармай, ұрпағының қамышын алаңдады. Ол кездегі адамның тілі қандай, ықыласына көк мұзда жылығандай. Той жасаса барлығын шақыратын, бүкіл ауыл баратын бірі қалмай. Жамандарды жабылып жазалайтын, жан жүрегін ел мұңы мазалайтын. Біреу мәңгі бақиға сапар шексе, бүткіл ауыл ел болып азалайтын. Сондай еді, мен емес біз дейтұғын, алдың кеспей үлкеннің сіз дейтұғын. Жоғалған жан тоналған малы болса, бүкіл ел боп жабылып іздейтұғын. Ай тұтылса айыры сайлы сірі, аш болмайтын ол кездің байғысы да. Соғым сойса барлығы ауыз тиер, қазаны да ортақты қайғысы да. Ауыл болып малды да бағысатын, ағайын боп шөпті де шабысатын. Отын жарып беретін суын тасып, қорасында үйінде салысатын. Есіктерін қақпастан еркін кіріп, емен жарқын көңілмен барысатын. Бақталастық бәсеке болмайтұғын, тек жақсылық жасаудан жарысатын. Абысындар аралас жүретұғын, бір-бірінің сырмыңын білетұғын. Киіз басып жүн түтіп өрмекті оқып, ағаш үйді жабылып тігетұғын. Инабат пен ибадан жаралғанды, тәрбие мен тәлімнен нәрілғанды. Сүтті сұрап алатын шайға құяр, ақшасына сатпайтын ағарғанды. Жасылкөннің алдынан жан өтпейтін, шаштың ағын сыйлауын керек дейтін. Аттың майын аямай беретұғын, ақысына ештеңе дәметпейтін. Ақ пен қараны айырып сүз алатын, адалдық пен көгені ұзаратын. Жазатайым жаңылып іс істесе екі беті ду етіп қызаратын. Әр жүректі жайғанда күн қанатын, жыртық үйде жылумен нұрланатын. Шын ұялып, шын күліп, шын қуанып, қайғырғанда қараспан шұлғанатын. Жүгенсіздер жүрмейтін дүрмек құрып, көзге түрік мақтамас тілдеп тұрып. Қарасуды сатпайтын қазіргідей, қарасуды бір-біріне міндет қылып. Қағаз жазып сыртынан қараласып, қарғапсылеп жатпайтын қара басып. Ұруында, ұлтында сұрамастан, риясыз көңілмен араласып. Дарынсызды дақпыртпен мақтамайтын, жалынсызды мүсіркеп ақтамайтын. Аталардың жолынан ауытқымай, алажымын ешкімнің аттамайтын. Арсыздарға айтасың несінесін, адасқанды амалсыз кешіресің. Ата-баба әруағын саудаламай, ақтан әркім теретін несібесін. Адамдарды алалап бөлмейтінсің, еңбек етіп тек қана терлейтінсің. Екі қолға бір күрек табылатын, жүрген жанды жұмыссыз көрмейтінсің. Ауылдастың атосса сүйінетін, араздыққа қабағы түйілетін. Ала-құла еместі қазіргідей, бәрі қарапайым болып киінетін. Арды ойлайтын алдымен малын емес, намыстарын күйттейтін нанын емес. Адам қадам, дос жолдас және бауыр, қазіргідей мырза мен ханым емес. Мойын сұнып жазмыштың жарлығына, тәубе шүкір қылатын тағдырына. Кек сақтамас арты жоқ ашуының, кешірімшіл келетін барлығы да. Қайран мейір жаныңды бау қылатын, қайран пейіл төбені тау қылатын. Келіндері еліп сәлем етіп, кемпірлері алғысын жаудыратын. Қатар құрбы қалжыңы жарасатын, татулықпен әрдайым тарасатын. Құлақ берсе қуанып жейтін балдар, қолға суда құюға таласатын. Сәби көңіл қылығы аңқаңдашар, қолғанат боп шешеге томпаңдасар. Таңмен талас оянып, мал өргізіп, көрші үйдің де бұтасын арқандасар. Кең сияқты ол кездің далалары, биік сынды бізге арман қалалары. Ешалаңсыз ертеңін уайымдамай асыр салып ойнайтын балалары. Не істесе де бірігіп істейтұғын, бір-бірінен бөлек ас ішпейтұғын. Бала үшін бас салып ашыласып, үлкендері араға түспейтұғын. Жылына бір болмаса қол алмайтын, қонақ жайлық шашпалық саналмайтын. Бірі кіріп жататын, бірі шығып, төрт қабырға ешкімде қамалмайтын. Кешкі аспанның көгінде өнер самғар, түнер тасы ауғанда сөнер шамдар. Мұғалімнен ауылда сыйлы адам жоқ, молда бол деп батасын берер шалдар. Білмей тұрып бірдеңе жасалмайтын, баласы да кітаптан басалмайтын. Басшысы да, қосшысы, басқасы да, ақсақалдан ешқайсы асалмайтын. Абыздарым айтатын барақылын, абыройын иманмен жабатұғын.
телісімен тентегін тезге салып, шалдар өзі шешімін табатұғын. Алдыменен ханның да заңның демес, ардың ғана сотына салатұғын. 30-40 жыл бұрын ол кездердің адамдары осындай болатұғын. Ешкімге мен орынсыз тақпайтұғын, еңбегінде ешқашан сатпайтұғын. Не істесе де алғаусыз араласып, ар жағында арамдық жатпайтұғын. Бір-бірінен кінәні көрмейтұғын, кемшілігін өзгенің термейтұғын. Уәдені берсегер орындайтын, істей алмаса уәде бермейтұғын. Күзет қойып аузына ибағылар, сыйласқанға сыпыра сыйдағылар. Ойларында отбасы отан қамы, бойларында ұят пен иманы бар. Ол уақыттың еркегі мәрт келетін, абыройды айрықша бақ көретін. Екі сөзді, 200-ді емесе де, алдап кеткен адамды сарт көретін. Ұмсынғанын қол жетіп алар еді, бағытына қалаған барар еді. Талаптыға болатын таудаласа, саудагері де ол кездің адал еді. Әділдікпен қарағыл жаратығын, адал жолмен қамалда алатығын. Ешкім құлып салмайтын есігіне, иті дадал ол кездің болатығын. Бір құдайдың бергенін есіптейтін, екі дүниенің ортасын есіктейтін. 2-3 сағат ешқашан күттірмейтін, ешкім барар жеріне кешікпейтін. Сам жамырай, шам біткен жағылатын, жұлдыздаспан мұншағын тағынатын. Қазіргіде ит қосып іздеп жүрмей, барлық адам үйінен табылатын. Ақ көйлектің жетегін желтірмейтін, ата-анаға ешкім сөз келтірмейтін. Күлтөбенің басында күнде жиын, бос сөзбенен уақыт өлтірмейтін. Атқа мінсе асқақтап сызданбайтын, таққа қонса талтаңдап мұзданбайтын. Бір-бірінің уақытын қадірлейтін, бір-бірінің бақытын қызғанбайтын. Не көрсе де елімен көретұғын, ертеңіне секемсіз сенетұғын. Аманатқа қиянат жасамайтын, алған затын қайтарып беретұғын. Ақыр түбі қабірге кіретінін, ақиретте сұраудың жүретінін. Ардақтаған жаныңды ертелі кеш, ажал келіп торғайда елетінін. Абыз шалдар ескертіп отыратын, азғана күн адамзат сүретінін. Қарананның қадырын дана түгіл, 6 жасар бала да білетұғын. Ұлылардан ұлағат таралатын, уағызынан шапағат нәр алатын. Өлілердің мекені өзгеше әлем, қауым басы қастерлі саналатын. Әлсіздерге тізесін батырмайтын, келімсекке кесекте татырмайтын. Табанының астында жер түгілі, таудың түйір тасы да сатылмайтын. Шекарасын шегендеп нықтайтұғын, ту түгілі тұғырын жұқпайтұғын. Бала сату, басқаны сату түгіл, сынық шеген есие шықпайтұғын. Отанына арнау мен махаббатын, алғынғы арманы апаратын. Игіліктің барлығы халықтықы, есі оның мемлекет аталатын. Әтеші де уақытлы шақыратын, есегі де орнымен бақыратын. Әр нәрсенің өзінің есі бар, әркім өзі орнында отыратын. Қос тілділік, үш тілдік тақырыпта, үйретпейтін ұлтты ешкім ақырыпта. Айыр тілді болмайтын адамдар, өз тілінде сөйлейтін мақұлықта. Арқар мүйіз топпастар ерім болды, арқа сүйер асқартау елім болды. Аяғымның астында атамекен, аспанымда ақша бұлт көгім болды. Айдынына қаз қонып аққу ұшқан, аққайыңдар көмкөрген көлім болды. Азат өмір, адамның бәрі де тең, ең бастысы адамға сенім болды. Ашылмаған ынсапсыз арандары, ардойлаған анадан жарылғалы. Тату еді, татаусыз тақу еді, таза еді ғой ол кездің адамдары. Аузын ашса ақша деп қақсамайтын, Алланың тек бергенін тоқсанайтын. Сатусыз ақ саудасыз араласып, сау саламат көргенін бақсанайтын. Олар бәрін жанында салып істей, ақиқатты мойындап танып іштей. Бір көсемге саясат құлғылса да, бір құдайдан қорқатын бәрі іштей. Әрқайсысы бір биік белестігін, өресімен олардың теңестігім. Қазақ еді кәдімгі қарға тамыр, қайыры жоқ қазіргі еместігін. Олар өзін борышты санағандар, ізгіліктің күмбезін қалағандар. Адам деген ардақты атқа лайық, міне сондай еді ғой ол адамдар. Бүгін күні ғайбаттап не қыламын, пешенеме жазғанға бағынамын. Адамдар-ай, сол кездің адамдар-ай, мен сендерді әлі де сағынамын. Тамырында тулаған бабам ғаны, қайырымға бастаған қадамдары. Шектен шығып ешқашан ес қылмайтын,
шетке шыққан ең нағыз жамандары, ертелі-кеш еңкейіп белін жазбай, еңбекпенен ойылған табандары, қиянаттан бойларын аулақ ұстап, бар жақсыны сіңірген ғаламдағы, сондықтан да қымбат қой олар маған, сондай еді ол кездің адамдары.